кішкентай кезімізден біздің көз алдымызда Қарқаралы таулары тұрды, қайда өсті жүрегімізде сақталды. Қарқаралы менің өлең оқыған, шығармашылығымды, өнерімді ашқан сахна. Осында олимпиадаларға қатыстым, түрлі бәйгелерге қатыстым, жиендім, айтысқа да қатыстым осында мен. Қайран менің Қарқаралым, Айбынды менің Қарқаралым. Жақсы көрем, қайда жүрсем де ойлап жүрем, сағынып жүрем. Енді мен үшін қазақтың барлық жері отан. Бірақ Қарқаралы ерекше ыстық, себебі мұнда менің балалық шағым өтті. Ата-бабамның табаны қалған жер. Сондықтан бұл өлке мен үшін аса бір ардақты өлке, аса бір аяулы өлке. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Maliki nas, ilahi nas, min şerri vesvesil kannas, ellezî vasfihi sudrunas, minel cenneti ven nas, vel gasrin alin sanalar unsur, illezî namanu, kamil salikatin, anıta vasıbıl kakkay, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakîm. Sıratal lezîne aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Осы туған тілегімізді қазақтың аяулы перзенттері Қазақ Ұстазбек би, Тіленші би, Мәдиба биұлы, Тәтімбет Қазанғапұлы, Қарқаралыдан шыққан атақты адамдар туған туыс ағайын туғанға арнаймыз. Әжем тұрды осы үйде. 84 жылы көшіп келдік, 86-та мен оқу бітірдім. Осы үйден келіп ұштым. Мына көршісі өзінің туған сіңлісі болды, әжемнен Сақып деген. Мына жерде әжемнің өзі тұрды, атам екеуі. Мен сол кісілердің қолында өстім. Бұл үй маған ыстықтығы мен сол кезде әдебиетке алғаш келіп тұрған кезде осы мен алғаш табыстарым осы үйде тұрғанда келген. Қарағанды облысы бойынша орыс тілі және әдебиет пәндері бойынша бірінші орын алып, жеңімпаз атандым. Жыл сайын Қарқаралы ауданы бойынша бірінші орын алатынмын. Қарағанды облысы бойынша бір рет үшінші орын, соңғы рет бірінші орын алдым. Сол жылы республикалық олимпиадаға баруым керек еді, бірақ сол жылы болған жоқпын, бара алмадым. Одан кейін мектеп бітіріп Алматыға кеттім осы үйден.
Сондықтан бұл жерге келсем балалық шағыма, жастық шағыма, оқушы кезімге қайта оралғандай боламын. Базоға 42 жасқа ғана өмір сүрген екенмін. 42 жастың ішінде үлкен еңбек сіңдірді. Атағы тарихта қалды, есімі елдің жадында қалды. Композитор айтып Мәлден әні бар, үш қара, атынан айналайын қарқаралы, содан кейін қаракесек. Үшеуі де үш түрлі музыкалық саладағы бағыттар деп, жеке-жеке бір үлкен бағытты қамтитын үлкен симфониялар деп жатқан еді. Бақилы Мәдидің аруанына бағыштырып жатқан жері жайлы топырақ тұрқа, жан жәннатта иман жолдас болсын. Осы хан Құран нұрымен жатқан жер нұрлан, Алланың рахмына, пайғамбардың шапағатына өлі Алла. Бұл өмірде біліп не есемкілер болса кешіріп жанын жәннаттан етуге Алла. Ақыретте кітабын оң жағынан беруді Алла нәсіп ет. Осы оқыған Құранымызды және осы жерге келген қадамымызға нұр бітір Алла, гүл бітір Алла. Ораза айында тілеген тілектерімізді, осыған амалдарымызды, дұғаларымызды қабыл ет. Алла жанымызға байлық, денімізге саулық бер Алла. Раббана атина фид дуния хасанат, фил ахирати хасанат, ва қина ғазабан нар, бирахматика архамар. Аллаху акбар.